Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаппа сайыс жасаймыз. Бұның аты көп, кейбіреулер индийский манты деп айтады, кейбіреулер ситамақ деп айтады. Ендеше бастайық. Бірінші біз суға тұз қосамыз да тұзын ертіп аламыз. Енді біз оның үстіне бір жұмыртқа қосамыз да кәдімгі мантыға қамыр илегенде қамыр илейміз. Мінекей достар, осылай қамыр илеп алдық. Енді біз бұны кішкене демалта тұрамыз, оған дейін салмасын жасайтын боламыз. Енді біз салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге ет, пияз және кез келген көкөніс керек болады. Сіздерге қандай көкөніс ұнайды, соны сала берсеңіздер болады. Достар, енді біз қызып тұрған табаға май құйып, оның үстіне пиязымызды салып, қуырып аламыз. Енді біз оның үстіне етін салып, тағы да қуырып аламыз. Барлығы көбіктеп туралауы керек. Енді біз оның үстіне қызылша мен сәбіз қосамыз. Егер де қызылшаны жақсы көрмесеңіздер, қосудың керегі жоқ. Егер де қызылша қоссаңыздар, түсі қып-қызыл әдемі тәбетті болып шығады. Енді біз оның үстіне тұз және де бұрыш қосып, сәбізі мен қызылшасы жұмсарғанша қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыздың иі әбден қанды. Енді біз оны жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Кәдімгі мантыға кескендей төрт бұрыштап кесеміз. Мінекей достар, қамырды жайып осындай төрт бұрыштарға кесіп алдық. Енді біз мантаварканы майлап, бір қамырды қойып, үстінен тағы да майлап, оның үстіне тағы да қамыр қойып, тағы да майлаймыз. Және де осылай төрт қабаттан жасап шығамыз. Енді біз бұны отқа қойып 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Ол уақытта біздің салмамыз осылай әдемі болып бабымен қуырылып жатады. Енді біз оның үстіне картошка мен болгар бұрышын салып, тағы да бірнеше уақыт қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің жаппасай дайын, дәмі өте дәмді болып шыққан, бірақ отырғанда түгі қалмай қалады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.